Махаббат қызық хикая. 32-ші бөлім. Сөз айтса ынтыға қалады. Бұл әйелдер қызық өзі. Өзінде не түрде жоқ. Құдай өзі кешірсін, кәдімгі осқынсыз жігіт. Бәрі соның қасына үйріліп қалған. Мен өмірімде бірінші рет өзімді көзге көрінбейтін елестей сезініп қалдым. Үстімде барқыт костюм болмаған үшін ғана. Менен басқасының бәрі не сондай костюм киген, не тыртиған шалбар киіп алған. Сол галереяда тегін бірдеңе таратып жатқандай ғой тура. Мұндайларды бірінші рет көрдім. Сау басын сақина тілеп алғандардың бастығы келді. Пелинг айтам деп қоймай бет. Енді тұрын қарашы, екі иығы салбырап. Рюзгарды көрдіңдер ме? Әңгімені бұрып жіберді. Жоқ, бүгін көрмедім. Жарайды. Заттарды дайындадың ба? Дайындадым. Мен де барайын ба? Жүр. Шынымен қиналып жүр ғой. Келіңіз Сүкейла ханым. Не іздеп жүр едіңіз? Қызым, сені көруге келдім. Жай көзім түсіп кетті. Не болды сонша? Сен көре бер. Ұрса, дереу барып бұл істі бітіретін бол. Қызың анда аспаздардың жарысын қарап отыр. Қызымызды малайындай пайдаланып жүр. Аузыма бір жаман сөз кеп тұр. Айтайын десем бұл жерде айта алмайым. Әкешім, қайда барасың? Қарай көр, өзің маған есеп беріп жүргендей тергейсің ғой түгі. Не болды? Қашаннан бері қайда барасың деген сұрағыма сонша ашуланатын болғансың? Тоба. Қызым, неге әкеңді ашуландыра бересің? Ой, Алла! Мен соншама не айттым? Керек болмаса да жай ғана сұрай салып ем. Ай, бәрін Пелинді жұлып жеңдер. Серкан, мен қазір шығуым керек. Ас үйді саған тапсырдым. Өзім үйреткенде істей берерсің. Қашан келетін белгісіз, айтып қояйын. Жарайды, шефім. Жақсы. Пелинг айтпай қоя тұр деп өлгенше қақсадым. Айтқанда жоқпын. Яғни айта алмадым. Неге көңілгең жоқ? Айталмағаның ашуланып жүрсің бе? Ол да бар. Тағы Рюзгардың атасы қосылды. Атасы мені кездесуге шақырды. Қалай сонда? Жеке өзіңмен кездескісі келе ме? Дәл солай. Өтіріктеріңді біліп қойған жоқ па? Білмей, билен толда мүмкін. Бәле шал екен өзі. Сағар, сен кімдермен байланысып жүрсің өзі? Іске сәт. Бір жағынан аяйым да. Санаулы күні қалған ғой. Меніңше сен Рюзгармен сөйлес. Сол жағы қиын болып тұр. Атасы Рюзгардың білгенін қаламайды. Сенімен жасырын кездеспекші екен ғой. Айттым ғой, соңымызға кісі салып қойған екен. Көлеңкем сияқты. Қойш, бұлар өзі мафия емес пе? Жоқ, олай деп ойламайым. Мінеки, хабарлама жазыпты. Синан бей, мен келдім, есік алдындамын. Дайын болсаңыз, сізді Тұрғыт бейге апарам. Шынымды айтайын досым, сенің орныңда болсам қорқар ем. Қорқам, мен де қорқам. Бірақ Рюзгардың атасынан емес, оның адамдарынан емес. Бәр енді бір арнаға түсіп келе жатқанда Пелин біліп қойып, одан тағы да айырылам ба деп қорқам. Онда менің айтқанымды істе. Барып Рюзгармен сөйлес, бұлай болмайды. Бұл сен ойлағандай оңай іс емес. Мен Рюзгарға жаным мен қарыздарым, білесің. Енді қиындықтан қашып оны жарты жолда тастап кете алмайым. Бірақ бүйте берсең махаббатыңнан айырыласың ғой, армандарыңнан айырыласың. Басынды қатырып жүргенде осы мәселе емес пе? Маған махаббатты да, өмірді де, арманды да берген Рюзгар.
Рызгар ханым, Мені дереу атама апар. апара алмаймын. Мен бәрін білем, ұқтың ба? Алдымен Синанға хабарлама жаз, кездесу кейінге қалдырылды де. Сосын мен Бірақ атама Рызгар ханым, айтқанымды атаңыз- істе. Синан бей, кездесу кейінге қалды. Сау болыңыз. Мынасы несі? Қош келдіңіз, Арза бей. Мен емес сен келесің. Қалай түсінбедім. Екеуміз сөйлесеміз, жігітім. Бірақ бұл жерде емес, менімен жүресің. Күлкілі нәрсе айттым ба? Жоқ, о не дегеніңіз, сізге емес, өзіме күлдім. Бір кездесуім бар еді, кейінге қалдырылыпты. Артынша сіздің келгеніңіз күлкілі болды ма? Әрине, жағдайды білмеген соң, сізге күлкілі емес. Солай ма? Қане кеттік, ауыз ашарға кешікпейік, жүр. Кешікпейік, жүріңіз. Семай, бенге су келмей ме? Мен оны тамақтандырғам. Жарайды. Семай, А? бенге суда пианино сабағына жаздырдым дей көрмеші тек. Ай, не болды сонша? Қызыңды фабрикаға апарып қара жұмысқа салып қойғандай қиналдым ғой тіпті. Ой алла. Жаздырдың ба? Негізі сол қара жұмысқа салу мен сенің үйірме құмарлығының арасында зәредей айырмашылық жоқ. Бейшара баланы анығанда, мынағанда сүйрейсің. Құдай үшін жайына қойшы, бала сияқты ойнасын да ол да. Бүгін үйірмеде көрмедің ғой, мұғалімдер жатып мақтады. Нағыз құймағылақ екен, ырғақты жақсы сезеді екен, саусағы пианиноға арналған екен, солай айтты. Қайдағы мұғалім? Саудагер ғой олар, саудагер. Сағатына пәленбай ақшалады. Сондықтан оларға бәрі Моцарт, бәрі Бетховен. Ту, Хакан дәрігерлікті оқыған көзі ашық адамсың. Неге ылғи солай қарабайыр ойлайсың? Иә, дұрыс айтасың. Қараш, Бенгисудың биге де икемі бар. Гимнастикаға да, пианиноға да, суретке де, тіпті астрономияға, шахматқа дейін. Ой, апырай, Симай, біздің қызымыз вундеркинд емес болса, біз білмей қалған жоқпыз ба? Сол менің де ойымда жүрген. Бенгисуды IQ тестіне апарайыншы, осы аптаға жаздырайыншы. Бенгису өскен соң психологқа барып кімді жазғыратын білесің бе? Сені. Апамның орындалмай қалған армандарының зардабын мен кешіп жатырмын дейді. Соның кесірінен балалық шағым болмады дейді. Бенгису? Ау, апа! Келші, қызым. Қызым, мына әкеңе айта қойшы, пианино сабағына барған ұнай ма, ұнамай ма? Жақсы нәрсе ғой. Шыныңды айт, қызым, еш қысылма. Апаң сен апаратын үйірмелердің қайсысын айт. Айт, қызым, айта қой, әкең де білсін. Шынымен өз пікірімді айтайын ба? Әлде апам ренжімейтін жауап берейін бе? Маған бәрінен бұрын көше биі ұнайды. Өйткені Риананы жақсы көрем. Қызым, ау, неге ертерек айтпадың енді? Бенгису? Айтып тұрмын ғой енді. Шынымды айтқаным үшін енді үйірмеге бармасам бола ма? Болады, қызым, бармайсың. Демалыста асыр салып ойнайсың. Айтпақшы, ертең футболдан жарысымыз бар. Сен сонда жанкүйер болып кел. Барасың ба? Алақай! Қуанғанын қараш, жанкүйер боп емес, ойнауға барсың. Қызың екеуің бірге ойнасыңдар қалай? Меніңше қызық болады. Шынымен ойнауға бола ма? Болады, қызым. Ойнасын, қызым. Әрине ойнасын. Дәрігерге төлеу керек. Қанша? 5000 дейікші. Тағы дәрілер жазыпты. Оған 500 лира кетсе. Мұның бәрін қайдан табамыз? Алдымен осыны бір есептеш. Есептеймін ғой. Қанша дәрі жазғанын білмеймін ғой. Бұлай болмайды. Яғни, тек дүкенде жұмыс істесем жетпейді. Бұлай істесем, мына жердегі такси тұрағын білесің ғой.
сол жермен келісіп түнде таксиге шықсам табысы жақсы дейді ғой. Енді жақсы болғанмен өзің алмайсың ғой, көліктің иесіне бересің. Бола берсін. Босқа қарап отырмайық та. Істей берейік. Несие алсақ та бөліп төлейміз ғой, иә? Жоқ, болмайды. Сені мүлдем көрмеймін ғой сосын. Онда қалай жеткіземіз? Әке шешесіз қалған қаншама бала бар. Жастай жетім қалған. Өзің сияқты. Соларды біреу асырап алса, біз секілді жақсы әке шешесі болса, жақсы емес пе? Әрі баламыз болады, әрі сауабын аламыз. Жоқ. Алдымен өз баламызды құшағымызға алайық. Оның бауырын асырап аламыз. Кіруге бола ма? Келіңіз, апа. Біз де жай отырғанбыз. Апа, бұл не? Дәрілеріңе жұмсарсыңдар. Сен қалай ана болғың келсе, мен де солай әже болғым келеді. Апа, мұны үйдің несесіне сақтап жүрем ғой. Жоқ, одан жайлы қарызымыз қалды ғой. Оған ақша дайын. Ертең банкке барып төлеп тастайым, құтыламыз. Мұнаны қысылғанда қажет болар деп сақтап қойған ем. Не болса да уақытында көреміз ғой. Жоқ, апа, болмайды. Біз мұны ала алмаймыз. Мен өзім шешем. Такси тұрағымен сөйлесем, бір жағынан дүкенде жұмыс істеп жатырмын. Бір амалын табарым. Бұл ақшаны алмаймыз. Сенің тапқан тиынның қай жыртығыңды жамайды. Балам, екеуіңнің де уақыттарың өтіп барады. Жыл өткен сайын қиындай береді. Енді тездету керек. Әрі алтындай балаларым көз алдымда қиналып жүрсе қалай қарап отырам, олай болам екен. Құрысын, ақша табылады. Үйде табылады. Не бопты? Ай, отқа қарап отқан жоқпыз. Бас аман болса, бір амал табылады. Қолымды қайтармаңдар енді. Өзім жасы келген әйелмін. Қане, алыңдар. Анашым. Жаным, қызғалдағым менің. Ал балам, ал. Ырза бей, ораз екен деп асыра сілтеп жіберген жоқпыз ба? Мен шамамды білем, жігітім уайымдама. Әрине, білесіз ғой. Сонда да ескертейін дедім. Ал айта бер, кімсің, қай жақтансың, әке шешең кім? Таныштық ба, Ырза бей? Бас салып тергейтіндей қылмыс жасап қойдың ба? Екеуміз алғаш кездескенде де осылай кекірейіп отырғансың. Демек бізбен достасуға ниетің жоқ. Жоқ, одан емес. Ол кезде жағдай солай болып қалды. Есіңізде болса, сіз де қатты ашулы едіңіз. Әрі Пелиннің қолынан ұстап, сүйреп, сүйресем өз баламды сүйредім. Өз қаным, өз жаным. Не зиянын тиюі мүмкін. Ол барғысы келмеді ғой. Бола берсін. Жақсы. Сіздің жұмыс орныңызда сондай жағдай болса, яғни біреу келіп, қызметкеріңізді күштеп әкетіп бара жатса, ал ол кеткісі келмесе, ойлаңызшы. Тіпті әкесі болса да, ерік берер ме едіңіз? Яғни бір бұрышта қарап тұрар ма едіңіз? Жарайды, мейлі, ол кездегіні түсіндім. Қазірше, адам сияқты сұрақ қойып отырсам, неге тергейсің деп былжырап отырсың? Бұл не, қалай түсінеміз? Ырза бей, маған қалай қарап отырғаныңызды білесіз бе? Жаман қарап отырмын ба? Ұрып жіберетін сияқтысыз.
Менің мінезім сондай. Әсіресе Пелин дегенде өзімді ұстай алмай қалатыным бар енді. Атым Синан Йылмаз, аспазбын. Бәсе. Филияның екі серіктесінің бірімін, әрі шефімін. Аспаздық әкемнен келген қабілет. Бірақ марқұм әкем ресторанымды көрмей кетті. Иманды болсын. Рахмет. Апам тұрмыс құрған әпкем бар. Қызыммен қашан таныстыңдар? Бұрыннан, университет қабырғасынан, медицина факультетінен. Медицина? Ол жерде не істеп жүрдің? Асханасында жұмыс істедің бе? Жоқ, мен де оқыдым. Дәрігерлікті ме? Аспаз болу үшін оқуды тастап кеттің бе? Жоқ, олай емес. Енді түсіндім, сен тұрақсызсың. Сондайларды иттің етінен жек көрем. Әлгі шыны көз толға да сондай еді. Сен енді білдім, сен тайғақсың. Жоқ, одан емес негізі. Махаббат мәселесі дейік. Бір қыз үшін дәрігерлікті тастап кеттің бе? Баламай, әке шешеңді сорлатқан екенсің ғой. Соған лайық бол. Лайық екен. Жақында ғана білдім. Жоқ, дымды да білмейсің. Сен енді таныдым. Сен табансыз адамсың. Ертең ұнамай қалса, асқанаңды сатып, басқа жұмыс іздейсің. Біліп отырмын ғой мен. Жоқ, Ырзабей, мен жұмысымды жақсы көрем. Бірақ бұл өмір ғой, бәрі мүмкін. Алло, Билент. Досым, ойынға симай мен Бенгисуда баратын болды. Ай бетпеш енді. Қызым барғысы келген соң жоқ дей алмадым. Ренжіме. Жоға, ренжитін несі бар. Қайта жақсы болды. Мен Башақты шақырам. Қызық болады. Мен көрмеге барсам, ол футболға барады. Қазір үйге жеткесін Башаққа хабарласып айтам. Сосын сөйлесеміз. Жақсы. Пелин, мені соттың нәтижесімен сенің Мелиханың қолынан аман есен құтылып шыққаның таң қалдырды. Біз неге бөлмеңе барып сөйлеспейміз, мұнда неге отырмыз? Даңғарада үй ғой, бұл жерде не болып не қойған маған қалай айтып бересің? Башақ, сөйтейік. Бөлмеме барып, есікті жауып алайық та, апам естіп тұр ма, жоқ па, білмей отырайық. Сендер не сыбырласып, не айтып отырсыңдар өзі? Керегеді маған сендердің пыш-пыш әңгімелерің. Ой, жоқ, апа, не айтушек? Башақтың жеке мәселесі ғой, соны айтып отырмыз. Бюлентке қатысты ма? Апа, жеке мәселе дедім ғой. Сухейла тәте, Бюлентке қатысты. Сіз бөтен адам емессіз ғой, Сухейла тәте. Бүгін бір қызық болды. Сізге айтпағанда кімге айтам? Мен бүгін Бюлентті алып көрмеге бардым. Ол жер бүкіл зиялы қауым жиналған орта. Солардың ортасында мені масқара қылғаны аздай, сондағы бір картинаның есіне барып, ой, осы да өнер ме депті. Башақ жан, сен асығыстық жасаған екенсің. Басында сондай бақытты боласың, аспанды қалықтап жүресің. Сосын қызық бітіп үйге келгесін, бір-бірлеріңе лайықсыңдар ма, жоқ па, сонда түсінесің. Бұл жігіт көрмелерді ұнатпайды. Мен оның кітап оқығанын да байқамадым. Концертке де бармайтын шығар өзі. Ол тек спорттық арналарды қарап, сөз жұмбақ шешек. Ендеше құрыдың мен айтты дерсің. Ой, апа, неге оны шатастырып отырсың? Башақ, неге олай кесіп айтасың? Құдды Бюлент емес, біздің бақалшы Хусейн көке сияқты. Тіпті сол бақалшы Хусейн көкелерінің қабырғасында жылап тұрған баланың суреті бар. Яғни дүкеніне жан беріп, содан әсер алады. Бюленттің үйі журнал сияқты жансыз. Апа, сен неге әкеммен сыртқа шықпадың? Серуендейтін едің. Қараш, әлі ерте екен, таксиге мінде жетіп барсаңшы. Ой, жоқ, әкең жігітше сөйлесем деп сенің әлегіңмен қырқысып жатқан шығар. Менің не шаруам бар? Жігітше сөйлеседі ме? Сенің әлгіңмен дедің бе? Ол кім? Әкем кіммен қырқысуға кетті? Сердар көкеңді білесің ғой, қызым. Сердар көкеңнің баласы бар еді ғой. Аты кім еді? Сол көкеңнің баласы сен жақсы танисың. Араларында бір келіспеушілік болыпты. Соған әкең өзім барып, сөйлесіп көрейін деді. Айретпеңіз, Сухейла тәте. Бұл сөзіңізге менің өзім сенбедім. Апа, менен не жасырып отырсың?
темкімен қырқысуға кетті. Маған тез шындықты айт. Екеуміз ашық сөйлестік, жігітім. Кешіріңіз, Ырзаби. Бауырым, мен бадамша безін сұратып едім. Мұны бадамша без емес, ауыстырып келесің бе? Мен неге ұятқа қалдырып жүрсіңдер, ей? Ең жақсысына келдім, Ырзаби. Жоқ, қателеспе. Ең жақсысы бұл емес. Бұл ұйқы безі. Мұның дәмі құйрық майға ұқсайды. Ал мен бадамша безін сұрадым. Ол көмекейде болады. Піскесін гүл сияқты ашылады. Сен одан да аспазың айт. Содан дайындасын. Жоқ болса, қозының бүйрегін қуырсын, бірақ өзінің майында дайындасын, өтініш. Жақсы, мырза. Рахмет. Малдың мүшесін таниды екенсің. Иә, барлық түрін. Көпті да жақсы көрем. Адана көбін жесеңші, бұл жердікі керемет. Оны түскі аста жеп едім. Жарайды, онда мына бүйректі жа. Асқазаныңда орын қалса көк бауырды күлге көмдіріп жейік. Ай, ғажап. Онда бір күнім біздің ресторанға келіңіз. Сізге өзгеше ішек долмасын жасайым. Рас бе? Сен ішек долмасын жасауды білесің бе? О не дегеніңіз, Ырзаға? Ой, Ырзаби, аспаспын дедім ғой. Иә. Мен үйреткен ұстаздарының бірі француз еді. Оның не қатысы бар? Қатысы болғанда қандай? Француз асханасында өкпе бауырдың орны бөлек. Француздар өкпе бауырды қайдан білсін, е? Мен де басында француздар білмейтін шығар деп ойлағам, бірақ қателеспін. Олар өкпе бауырдан керемет тағамдар дайындайды. Шын ба? Шын. Ішек долмасын олар басқаша жолмен дайындайды. Мен олардікімен біздікін қосып едім, керемет дәмді долма шықты. Мен ішек долмасын жақсы көрем. Бір күні біздің ресторанға келсеңіз бірге жейміз. Адами фактор, анашым. Мен қазір Башақтың қолына тиіп кетсем? Жоқ, қой қызым. Мына әкеме жалынып жүріп алдырған қымбат сөмкеңе кофе төгіліп кетсе? Ай, қойыңдаршы. Нағыз драма осы болар. Я. Кофенің дағы оңайлықпен кетпейді ғой, я, Башақ? Аллай, сонда сендер мені боп саласа бәрін айта салат деп тұрсыңдар ма? Апа, әкем Синанды қайда кетті? Байқа, абайлашы қызым. Айтшы, апа, Аданаға кетті ме, саяжайға қамады ма, тауға шығарды ма, айдалаға тастап кетті ме, айтсаңшы, апа? Ай, тоқта, жарайды айтам. Әлде бір жерге көміп тастады ма? Жоқ, болды, тоқта, айтам. Әкең оны қайда апарушы еді? Баяғы кәуапханасына алып кетті, о, тоба. Сөмке саған аманат. Егер апам әкеме хабарласса, аяушы болма. Төгіп жібер, құрбым. Жарайды, жаным, алаңдамай бара бер. Перин, мұның ят емес пе қызым, ау, саған не жоқ? Ата, неге осы әдетіңді қоймайсың? Синаның саған опасыздық жасап жүргеніне сенімдімін. Ал сен ше, олай емес екендігіне сенімдісің бе? Мен де сенімдімін, енді не істейміз? Ендеше мен де сендір. Синаның жанынан айрылмайтын әлгі қыз кім? Жауап бер, қызым. Сен танисың ба? Тыңда, ата, сен уайымдама, жарай ма? Олардың арасында бір мәселе бар, менің бәрінен хабарым бар. Араларында бірдеңе болса да, сенің оған араласпағаныңды қалайым. Сеніңше, араларында не болуы мүмкін? Енді, білмейм ғой. Бір-біріне ғашық болса білерем. Ал мен сені білем, қызым. Жүрегіңді ауыртса да үніңді шығармайсың. Бала кезіңнен сондайсың. Біреуге шағымданғаныңды көрмедім, бірақ өстің. Ғашық болдың, тұрмыс құрдың. Синаның жанындағы халіңді байқамайды дейсің бе? Оны жоғалтпау үшін көрсең де көрмегендей боласың. Мен емес, өзіңді алдайсың. Ата, олай демеш. Егер сен күрессең, махаббатыңды сақтасаң, мен сенің өміріңе мүлдем араласпайым. Тек күрескеніңді көрсем болды.
Башақжан, сен шаршамадың ба? Бір қолыңда сөмке, бір қолыңда кофе. Әлі шаршай қойған жоқпын, Сухила тәте. Тек қолым шырып түсіп қалатындай сезініп отырмын. Енді хабарласпайым, жаным, неге сен бейсің? Бәрі бір пайда жоқ. Пелин ресторанға әлде қашан жетті ғой, Баша. Әуре болмаңыз, Сухила тәте, мен миссиямнан бас тартпаймын. Құрбыма сөз бердім, әрі өкінішке қарай сізге сенуге болмайды. Қарап жіберіңізші, апам шығар. Уайымдамасын. Ал енді миссияңнан бас тартпай көрші. Сухила тәте, қойыңызшы. Мен не істедім, қараш, Ханзадаң екен. Онда жарайды. Сөз беріңіз. Жарайды, бердім. Хабарласпайсыз ғой, хабарласпайым. Алло, Ханзадам, қалайсың? Футбол көруге ме? Күлейін бе? Ой, жарайды, күлмейін, барам. Ой, жарайды, жібер дедім, жарайды, хабарласпайым, мақұл, хабарласпайым, берілдім, болды. Телефонды беріңіз, сөмкемді бер. Қорқытып жібердіңіз ғой, сен де мені қорқыттың. Жүрегім. Әкешім, мына форма сондай әдемі екен. Негізі футбол үйірмесіне барсам болады. Мәнісін түсінсем өте қызық ойын сияқты. Солай ма? Кеше ғана ғарышкер болам деп едің ғой. Не болды, Қаншайым? Айнып қалдым. Ғарыш деген тым алыс қой. Одан да сен мені футбол үйірмесіне жаздар. Қызым, әкең екеуміз сөйлестік, келістік, тіпті қол қойдық. Себебі бұдан былай жалғыз үйірмеге барасың. Оның өзі аптасына бір күн. Қалаған күндері далада құмға ойнап ойнайсың. Қызым, апаң маған ренжіп, тиісіп отырғандай көрінгенмен дұрыс айтады. Енді солай болады. Біреу келді ме? Жүгір, бар, есікті аш. Кім келді, көре ғой. Мынау не? Баланы жоқ нәрсеге әуес қылам. Кел досым, Төрлет, қош келдің. Кел досым, Төрлет, қош Қош келдің. келдің. Сыршы, әкемнің құлағына бірдеңе айтам. Айта қой. Өзінен сұрасаңшы, қане? Кел. Қане, сұрай ғой. Толғанға, ертең біздің командаға қосыла аласың ба? Жоқ, жаным. Қосыла алмайым. Мұнда сендермен қоштасуға келдім. Қоштасқан несі? Тыныштық ба, досым? Миланнан ұсыныс келді. Негізі мұны сендермен думандатып тойлағым келген. Сендерді сағынам, досым. Сағынам. Сірә бұл сенің маған түсіністікпен қараған алғашқы және соңғы сәтің болар. Толға, не айтарымды білмей отырмын. Пелиннің хабары бар ма? Жоқ, оған өзім айтам. Әсіресе мұна тәтті қызы сағынатын болдым. Келе ғой. Акиф. Бері кел. Маған Пелин Сейханның әкесін тауып бер. Мырзам, осында келсін бәлді. Келсін. Рүзгар не десе о десін. Синанға қызымды ренжітуіне, опасыздық жасауына жол бермейім. Ештеңеден тайынбайым. Қойсаңшы, сені мұнда мен шақырдым, ақысын саған төлетім бе? Ырза бей, беріңіз дейм, мен әмиянымды шығарып қойдым. Сен неге есепті мынаған бересің, Үстеліге қойдың ғой, Ырза бей. Менің алдыма қоймайсың ба? Ырза бей, құдай үшін мен төлей салайыншы енді. Жібер дедім. Бірақ алдымен мен ұстадым ғой. Сен не қылған сөз түсінбейтін жігітсің, Ойбай, төбелес басталып кетіпті ғой. Менің жаныма Ырза бей, өзім... Әке, өтінем ұрыспаңдаршы. Негізі сөйлесіп бәрін шешуге болады. Егер сәл жақынырақ танысаңдар, тіл табысып кетесіңдер. Алып қойдым. Мен отырған жерімде есепті өзім төлеймін, ұқтың ба? Қане, ал керек болса.
Қайдағысыңыз, Пелин? Сендер сонда есепке таласып отсыңдар ма? Басқа неменеге таласу жек? Әрине, басқа не болсын. Дәмді тамақ жепсіңдер, әңгімелескен шығарсыңдар, тамаша. Сен бұл жердің кәуабын жақсы көресің ғой, алдырайын ба? Жоқ, әке, мен түсте жедім. Бүгін түсте бәрің адана кәуап жегенсіңдер ме? Сіз есептес болғанша кіре берсе күте тұрайық. Жарайды, қазір барам. Әкем жөнсіз бірдеңе айтып ренжітпеді ме, Синан? Жоқ, ренжітпеді. Байқа, егер менен жасырып тұрсаң, Негізі басында тиіспекші болған. Бірақ ортақ тақырып тауып алдық та тым жақсы әңгімелесіп кеттік. ай, жақсы болды ғой. Ертең аспаздық жарысқа мәзір дайындайтын едім. Миым тынығып жақсы болып қалдым. Мен ол жарысты қарап шықтым. 2 күннен соң ғой, иә? Біз ертең кешке шығамыз. 2 билет алдым. Бізде мені меңзеп тұр ма екен? Екіншісі мен бе екем? Ертең келсеңші, маған көмектесесің. Жарайды, барам. Шабаданыңды жинап кел, кешке бірге шығамыз деші енді. Сөзіңді аяқтасаңшы. Бірақ енді жарыс 2 күннен соң сен кіммен барасың? Қане кеттік. Жолаушы жолынан қалмау керек. Я, жолаушы жолынан қалмау керек. Жолаушымыз ба, жоқ па, біле алмадық қой. Ырсабей, сый құрметіңізге көп рахмет. Жаңа да айттым, ресторанында күтем. Бұйырса барамыз. Әлгі әңгімеміз бітпей қалды. Міндетті түрде жалғастыруымыз керек. Енді мен ойымда таңға дейін ұйықтай алмаймын ғой. Маған бұл баланың бір қасиеті қатты ұнады. Кәуапты түсінеді екен. Таң қалмадым. Синан да аспаз ғой, әке. Қызым ау, аспаздың бәрі кәуапты түсінсе, охо. Қане кіре қой. Толға? Мұнда не істеп жүрсің? Пелин, мен ертең кетем. Миланнан ұсыныс түсті. Шын ба? Сене алар емеспін. Ертең кетесің бе? Бірден бе? Ертерек айтқаныңда ғой. Дұрыстап қоштасар ек. Осылай дұрыс сияқты. Кетпеді деп ойлаңдар. Бәлкім бір күні қайтып келермін. Саған істегендерім үшін кешірім сұраймын. Толға, оны енді ұмытайық. Бір түрлі қимай тұрым. Барған бойда мекен жайды жазып жіберемін. Бір күні Италияға жолың түсіп жатса, немесе мені сағынсаң, саған әрдайым есігім ашық. Қуана қарсы алам. Жарай ма? Кел. Аман сау жүр. Сен де. Көріскенше. Көріскенше. Жартылай қорғаушы иықтама. Тұр, денеңді қыздыр. Бұл бөлмедегі есі дұрыс жалғыз адам сен болғандықтан сенен сұрайым, Симош. Таң атпай не боп жатыр? Түрімізге ара, не болушы еді? Футболға барамыз, қане, тұр дедім. Жақсы, сөзімді қайтып алдым. Сенің де есің дұрыс емес. Қайдағын айтпашы. Бюлент пен Хаканның ойыны болады. Біз соған қосылмақшымыз. Ресторандағылар да бар. Сымбаттаға келеме, онда шашымды жинамайым, алаңда жайып жүрем. Сенан бара алмайды. Жарысқа дайындалады. Ас үйде бірге жұмыс істейміз. Ресторандағыларды неге босатқаны енді түсіндік. Айта бер, Пелин әпке.
Демек ресторандағылардың бәрі футболға кетсе, бенгесі болмаса саған бірдеңе айтышем, бірақ айтпай ақ қояйын. Ай, айтатын түк те жоқ, қыздар. Ол жарысқа қатысады, соған көмектесем. Жарайды. Біз кеттік онда, қане? Тентексіңдер ғой, тентек. Жолға дайындал. Ұшамыз деп жазбағанына қарағанда, бірге бармаймыз. Қыздардың шығармайтыны жоқ. Футбол ойнаймыз дейді. Төрем? Таңертеңнен бері Тұрғыт деген кісі телефонға тыныштық бермеді. Сізбен кездеспесе болмайды екен. Тарғыт. Танымайсыз. Танысқысы келеді. Бүгін танысам деп қоймай жатыр. Сізбен серіктес болғысы келеді ме? Анықтап ештеңе айтпады. Дұрыс түсінбедім. Айырза, сенен өтініш танып білмейтін кісілермен бірден кездеспеші. Барып сөйлесейін. Сөйлескеннің зияны жоқ қой. Құрметті әкешім мен анашым, мен ресторанға барам. Уайымдамаңыздар. Бұл аудио жазба. Сіздерге жауап бере алмайды. Бип! Ашықтан ашық ресторанға барам дейді. Ырза, соңынан барсаңшы. Мен ол мәселені шештім деуге болады. Осыма шешкенің танымайтын бір аспазбен кездесуге рұқсат беріп шештің бе? Сұхайла, меніңше бұл бала ет таниды. О, Мені мазақ қылып отырсың барса, бұл қай мазағың? Ет танығанының не керегі бар? Енді кездеспейді дегенің өтірік қайда? айтып қайтайын, маған жігіт ұнады. Өзін ұстауды біледі, дастархан басында әдепті, үлкендерді сыйлайды. Әлгі шыны көз толға сияқты есер соң емес, қызымызды аманаттауға болады. Ырза, мен қазір мына жерде шалқамнан түсіп құлайым. Әй, жігіттің шешесін көрмедің бе, шап-шап етіп үстімізге атылды емес пе? Қайтсе де соларға берейік деген жоқпын ғой. Аманаттауға болады дедім осы. Саған айтар сөзім жоқ, сөзім жоқ. Апа, Ау. банкке мен барайын, аяғың енді жазылды ғой. Тағы ауыртып ап жүрерсің. Жоқ, қызым, мына тұрған 5 минуттық жер ғой. Сендер ауруханаға барып шаруаларыңды бітіріңдер. Ауруханаға ертеңге барсақ болады. Қызым, ақылдым, менің апаңды сөйлете берме, иә? Алтыным сол, анасын ренжітпейді өзі. Сенімдісің бе? Білмеймін ғой, жолда бірдеңеге ұрынып қаласың ба? Ұрылар ақшаңды тонап кете ме, Құдай сақтасын. Құдай сақтасын, жамандық шақырмашы қызым. Қайдағы жоқты айтып адамды қорқытпа. Сендер ауруханаға барып тапсыратындарыңды тапсырыңдар. Құдай жар болсын. Мұны өзім бітірем. Жаным сол. Осы әйел. Қазір түсем бе әпке? Жоқ, бұл махалада болмайды. Ауруханадан жігіттер келеді дегенің қайда? Оларды алдап кетті. Қазір симай. Енді не істейміз? Бізде Естімей қалдым, Бүйленшан. ештеңе, қане жаттығу жасаймыз. Бізде дене қыздырайық деп тұрған. Жарайды, командаға қалай бөлінеміз? Тиын лақтырамыз ба? Қадам санаймыз Бәрібір ба? емес пе? Көреміз. Қалайша бәрібір. Әдетте қалай бөлінесіңдер, солай бөлінеміз. Мен өзіммен тиын әкелгем. Осыны лақтыр, бізді кішік болсын. Бүк түсті. Серкан, сен бізге кел. Менше? Күте тұр жаным, қазір. Беркай, келе ғой. Мені алмайсың ба? Сен де күте тұр жаным. Көреміз. Қазір.
Жансу, сен де кел. Сүйіктім. Жаным. Бенгису, келе ғой қызым, кел. Апамды жеңдім. Тұқче, кел. Жан, сен де кел, бауырым. Досым, сен бізге қосыл. Мен қалып кеттім ғой. Жаным, сен төрешісің. Ойынның бүкіл жауапкершілігі сенің мойнында. Ал, ысқырық саған, ысқырасың. Жарайды, онда қане бастайық. Қане. Сәлем. Сәлем. Аяқтап қойыпсың ғой, менің көмегім керек емес екен. Айтпа, бала сияқты қойып алып жүрмін. Ұйықтай алмадым, сенесің бе? Содан ерте тұрып келдім. Иә? Қалай бопты? Ең таңдаулы тағамдарды дайындапсың. Айтар сөзім жоқ. Ішінен үшеуін таңдап алуым керек. Біреуін таңдап қойдым. Қайсысы? Біздің тәттіміз. Алтын жүрек. Ең жақсысы сол деп ойлайсың ба? Қалғанында жаман емес. Алтын жүрек сәттілік әкелетін сияқты. Ол менің... Яғни біздің тәттіміз. Ол екеуміздің қолымыздан шыққан. Мен жеңілсем де, жеңсем де, яғни қуанышты да, қайғыны да сонымен көргім келеді. Кіммен барасың? Тағы бір ойым, тамақтарға өкпе бауыр қоссам қайтеді. Әкеңмен сөйлескенде ойыма түсті. Серканда апарсаң болады. Бірақ Жансу дұрыс сияқты. Жаныңда көмекші қыз болғаны өзіңе жақсы. Көмектесетіндей ештеңе жоқ қой. Сондықтан көмекшінің ассистенті керек жоқ. Тек қолдау білдіріп, жанкүйер болу үшін өзіңе жақын досың, әйелің, сүйіктің барса болады. Серкан мен Жансу емес. Онда... Бұзаудың жағы. Иә, тапқан сияқтым. Мен бұзаудың жақ етінен керемет тағамдар жасаймын. Мұздатқышта болу керек. Қазір әкелем. Бұл кіммен бармақшы өзі жынданатын шығарым. Мен емеспін. Мен апарса әлде қашан айтушы еді ғой. Башак. Башак Бюленттен сұрап берсін. Иә. Башак. 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 Башак, не істеп жүрсің? Қақпаға тұр. Допты бізге бер. Қазір. Хакан. Не болды тағы? Апсайд.
тасып кеттім. Адамнан аспау керек пе? Сызықтан аспау керек пе? бауырым, ешқандай офсайд жоқ. Қайдағы офсайд? Симай, неге ысқырдың? Гол соғайын деп жатыр едің ғой. Бағың шешіліп кетіпті, құлап тізеңді ауыртып аласың ба дедім. Саған айтар сөзім жоқ, Симай. Мұның не енді? Осыған бола тоқтаттың ба? Сен төрешісің бе, кезекші мұғалімісің бе өзі? Қақпаға жақындап қалып едім, олай істемеш. Би апа, енді гол соғайын деп жатыр едім. Жарайды, төреші шатасып кетті. Жалғастырыңдар. Қане, ойнаңдар. Қане. Ойбай, жібер дедім. Балам, жіберсеңші, не істеп тұрсың, ай бала? Тоқта дедім саған. Көмектесіңдер, жалынам, көмектесіңдерші, сөмкемді әкетті. Бар ақшам сөмкемде еді, көмектесіңдерші. Ақшам. Су беріңдерші. Сөмкемде еді, бар ақшам, көмектесіңдерші. Гол! Кел. Вилен, бажаңнан гол соғуды үйрен. Симай, отбасыңды мұндағы міндетіңе шатастырма. Сен төрешісің, бейтарапсың. Не болды, гол соқты ма? Гол соқтық. Башак, сен қайда жүрсің? Су алуға кеттім, мына жерде тамағым құрғап Жарайсың, кетті. сен жоқта гол өткізіп алдық. Жарайды, күйіп пісе бермеші, құдды кубок алатындай. Одан да алаңға су әкеп тұратын біреуді алдырмадың ба? Иә, тағы қандай қалауың бар? Неге бәрі бізге қарсы ойнап жүр? Бізде бірақ қақпа бар ма немене? Не деген әділетсіздік бұл? Жаным, ау сен ойынды түсіндің бе? Ойында ешқандай әділетсіздік жоқ. Тек менің күйеуім керемет футболшы. Сен олай ерте мақтанба. Бюлент, қақпа маған аманат. Қамалымыз бекем. Енді бізге ешкім гол соға алмайды. Қане. Жалғастыр. Қане. Қақпа менде. Қорықпа. Жауап берші енді. Телефонды неге ұстап жүрсің? Үнемі керек кезде естімейсің. Башак. Ең құрығанда хабарламаны оқырсың. Дереу хабарлас. Алло, Пелин, тез айт, футболдамын. Башак, сенен жарысқа біреумен барады. Бірақ ол мен емеспін. Бір амалын тауып Бюленттен сұрап берші, өтініш. Жоқ, Пелин. Қазір мүлдем сұрай алмай, мен футболдамын. Ойын... Гол! Оппа! Бюлен ренжімеш, оллахи, бұл жолы Пелин кінәлі қайта хабарласқасын бірдеңе болып қалды ма деп ойладым. Сенің бір ғана міндетің бар. Сенің бар міндетің қақпада тұру. Ойнаймыз деп өздерің қоймадыңдар ғой. Адамша ойнасаңдар шенде. Ой, пырмай, сонда қалай ойнайын? Сенің көрмеге барғаның сияқты ойнайын ба? Сен үшін қанша жол жүріп, бос қабырғаны тамашалауға бардым. Не дейді мынау? Мен де мұнда сен үшін келдім. Күн астында жүгіруге, ақша беруге де келмесе. Солай ма? Онда келесі жол бұлай істейік. Мен мына алаңның жан-жағын төбесін кенеппен жапқызайын. Әрі өнер туындысы болсын, әрі күн өткізбейді. Қалай қарайсың? Сенің өнерден түсінгенің осы ма? Қалай таяз ойлайсың, Мен де сен сияқты бос қабырға қарап, о, қандай керемет тамаша жұмыс деп тамсана алмаймын, Башак. Ол сенің өнерді түсінбегеніңнен деп ойламайсың ба? Жетер енді, доғарыңдар. Қоятын түрлерің жоқ қой тіпті. Тыңдаңдар, не мына алаңнан тату-тәтті шығасыңдар, не маусым бойы ойыннан шеттетілесіңдер. Солай ма? Мен кеттім онда, өздерің ойнай беріңдер. Онда мен де бұдан былай сенімен ешқайда бармай. Бармай-ақ қой. Қане, Бюлент? Мен қақпаға да тұрам, шабуылшы да болам. Мен мұнда жарысқа кіммен барады деп жындан қалып тұрмын. Ал мұның есілдерді ойын. Не болды? Таптың ба бұзаудың құлағын? Бұзаудың құлағы емес, жақ еді. Ой, қойшы, бәрібір емес пе?
Мен оны іздеуге кеткен жоқпын ғой. Енді не іздеп кеттің? Кіммен баратынымды білгің келе ме? Енді Білгің келе ме? Жоқ па? әрине білгім келеді. Өтірік аңқау болмаш. Соны ойлап түнімен ұйықтай алмадым. Менің жыныма тиген ұнай ма? Саған тосын сый жасаған ұнайды. Қалай сонда? Бірге барамыз ба? Сол сәттегі көзіңнің жалт еткенін, қуанғаныңды көргім келеді. Менімен барасың ба? Мен тек сен барда ғана өзімді жақсы сезінем. Әрине, әрине. 32-ші бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған 7-ші арна, 2024 жыл.